Аудандық, облыстық, республикалық пәндік олимпиадасы жеңімпазы Дәрменова Гүлбаршын Өзбекбайқызы. Сіз үшін ұстаздық қызмет деген не? Адамды өмір сүруге үйрету. Бұл тек белгілі бір пәндерді, қазақ тілін, тарихты, химияны, физиканы жетік білумен шектелмеу керек. Нағыз өмірде өмір сүре білуді үйрету. Сол өмірде адамгершілігі мол, білімді, иманды, жан-жақты, дарынды, ұлтжанды тәрбиелеген адам ғана ұстаз болып есептеледі. Сіз қай жердің тумасысыз? Мен Маңғыстау облысы Жаңаөзен қаласындағы Қызылсай елді мекенінде дүниеге келдім. Сол жерде Сүгір Бегендіұлы атындағы нөмірі 4-ші орта мектептен білім ала бастадым. Жоғары оқу орнына 1999 жылы Ақтау қаласындағы Шахмардан Есенов атындағы университеттің филология факультетінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып оқуға түстім. Ең алғаш іс тәжірибемді сол Ақтау қаласындағы экономикалық лицейден бастаған болатынмын. Ал 2004 жылы Қызылтөбе ауылындағы бұрынғы 18-ші мектеп, қазіргі 2-ші мектепке жұмысымды ауыстырған болатынмын. Ал 2010 жылы Қызылтөбе лицейі ашылды. Осы лицейге шақыртумен 2010 жылы қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі болып ауыстым. Барлық кезде, барлық жерде бәсекелестік бар. Сол секілді менің де еңбек жолымда бір талай кезеңдер өткен болатын. Осындай кезде өзіңнің алдыңда отырған шәкірттеріңді өз пәніне қызықтыру үшін әрбір ұстаз жұмыстанады деп ойлаймын. Сол секілді мен де өзімнің алдымдағы отырған оқушылардың барлығын зерттеп, нені білет, оның арманы қандай, көздеген мақсаты не деген сауалдарды өзіме қою арқылы ізденіс барысында көптеген жұмыстар жүргізген болады. Қай балаға да білім бербес бұрын біз оны тәрбие беруіміз керек. Әл-Фараби атамыз айтқандай, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың хас жауы демекші, тәрбиені, ұлттық құндылықты ойына дарытуымыз керек. Ол үшін мұғалімнің өзі жетілу керек екен. Жүйелі осы жұмыстардың нәтижесінде өзіңіздің және шәкірттеріңіздің жеткен жетістіктері қандай? Шүкір, жетістіктер баршылық. Енді соңғы жылдарды алатын болса, десант сабақ аудандық көлемде өту барысында 2-ші орын алғанмын. Қазақ әдебиет пәнінен пәндік олимпиадаға қатысып, онлайн сабақ беріп, барысында облыстан 1-ші орын, республикадан 2-ші орын алдым. Облыс әкімінен, білім басқармасының алғыс хаттарының иегерімін. Ал оқушыларыма келетін болсам, аудандық, облыстық пәндік олимпиадалардың 2-ші орын жүлдегерлері, ғалым оқушыларым ауданнан 1-ші орын, облыстан 2-ші орын, республикаға қатысқан үшін сертификатпен марапатталған. Мәнерлеп оқу, ақындар мүшәйрасы, жазба ақындар мүшәйрасы, эссе жазу бағыты бойынша оқушыларымның аудан, облыс көлемінде жеткен жетістіктері көп. Жоғарыда аталған жетістіктеріңізге жету барысында сәтсіздіктер немесе қиындықтар болған жоқ па? Әрине, болды, орынды сұрақ. 17 жылдық еңбек өтілімдегі шәкірттерімді 2 дәуір тоғысындағы ұрпақтар қатарынан көргендей болдым. Бірі 2000-2010 жылғы оқушылар үйір-үйір болып, жақ-жаққа бөлініп араздасса, 2010-2022 жылғы шәкірттерімнің ғаламторға тәуелділік, сенімсіздік, өздерін тәрбиелену сынды қиындықтармен күресудемін. Осы жолда әрбір педагог өзінің шәкіртінің жан дүниесін бірінші түсіну керек. Шәкіртіне сенімділік ұялату керек. Ерік жігерін қалыптастыру керек. Және өзін өзі жақсы көруге үйрете білу керек.
Себебі ұстаз тау суындай арқыраған өзен секілді. Ұстаздық ұлы жолдағы әрбір әріптесім осындай қиындықтарға төтеп беруге міндетті. Айналасына қуат беріп, жолында кездестірген жерді суымен нәрлендіріп, таудай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сар даласында ұлы тұлғаларға айналар шәкірт тәрбиелеу қажет.